Сәлем, сіздермен бірге Жансая драма. Бүгінгі шығарылымда «Этот парень черный дракон» деген корейский драманы қысқаша баяндайтын боламын. Пек Су Чон желіде ойын арқылы Қара Айдаһар деген есіммен танымал жігітпен шын өмірде кездеспекші болады. Кездесу барысында оның өзі айтқандай үлкен жігіт емес екенін, 15 жасар бала екенін білген Пек Су Чон қатты ашуланады. Өзінің алғашқы махаббаты өзін алдағанын білгеннен кейін, сен әлі аузыңнан сүтің кетпеген кішкентай баласың, жолың болмағыр, мына түріңмен неге далаға шықтың деп ашуланып, үйіне барып қатты жылап, өстіп Пек Су Чонның алғашқы махаббаты аяқталған болатын. Арада бірнеше жыл өткеннен кейін көлікте келе жатқан Пек Су Чонның артынан өзге машина соқтығысып, шағын ғана жол апатына ұшырайды. Сол кезде асығып кетіп бара жатқан жігітпен Пек Су Чонның арасында біраз сөзге келіп қақтығысып қалады. Ал жігіт болса өзінің сүйікті рэперінің концертіне асығып бара жатқан болатын. Келесі күні Пек Су Чонның жұмысында директор ауысып, жаңа директор келмекші болады. Бөлім бастығы болғасын Пек Су Чон директорге кіріп амандасып шықпақшы болған кезде киініп жатқан директордың арқасындағы драконның татуировкасын көріп қалады. Осы кезде екеуі бір-бірін танып, Пек Су Чон оның жолдағы қақтығысып қалған жігіт екенін біліп таң қалады. Жаңа бастық Пан Жуйон, бөлім басшысы Пек Су Чонның лақабаты бастық өлтіруші екенін білгеннен кейін, сіздің лақабатыңыз қызық екен, бірақ та мен сіздің бұрынғы басшыларыңыз сияқты емеспін. Сіздің мені өлтіруге ешқандай да мүмкіндігіңіз жоқ дейді. Өзін жақтырмаған бастығының артынан Пек Су Чон аңдай бастайды. Аңдау барысында оның ерекше хоббиі бар екен, яғни рэп әншілерін жақсы көретін, өзі де солай киінетінін біліп, оны киініп тұрған жерінен суретке түсіріп алады. Суретті түсіріп алғанын білген бастығы Пек Су Чоннан ешкімге айтпаймын деген келісімшартқа қол қойғызып алады. Өйткені ол өзінің жеке өмірін, хоббиін барлық адамдардан жасырып жүретін еді. Бастығы Су Чонды жұмысқа байланысты кешке өзінің көмекшісі ретінде ертіп алып барады. Сол кеште өзге бір жігіттің тесіп жатқан жерінен арашалап алып қалады. Детка, пойдем. Екеуі тамақтанып отқанда Су Чонның сүйкімді ойыншықтарға қызығатынын біледі. Бірде бастығы үйіне электр қызметін шақырғанда әкесі қол босамай Су Чон келеді. Сол кезде бұл үйдің бастығының үйі екен, және де оның құпия бөлмесінің бар екен. Құпия бөлмесінде бастығының комикстер жақсы көретін және де ойын кейіпкерлерінің ойыншықтарын жинайтынын біліп қалады. Осы сәтте Су Чонның әкесі ауруханаға түсіп ауырып қалғаннан кейін бастығы бірге барып, ауруханада жақсы VIP бөлмеге жаттауына көмектесіп, және де Су Чонның сүйікті ойыншығын сыйлап кетеді. Бастапқыда Су Чон мен бастығы бір-бірін ұнатпай, жақтырмай, жек көріп басталған арақатынасы уақыт өте келе екеуі бір-бірімен араласа келе, бір-бірін түсініп, жақсы жақтарын көріп, арақатынасы түзеле бастады. Бірде Су Чон бастығын алып өзінің құрбысының дәмханасына алып келе жатқан кезде, осы кезде құрбысы хабарласады. Су Чон келме, бұл жақта Қара Айдаһар бар, тез кет деп. Сөйтіп Су Чон бастығын алып кейін қарай жүгіріп кетіп қалады. Осы кезде бастығына түсіндіріп айтады. Бала кезінде өзінің сәтсіз алғашқы махаббаты болғанын, оның өзін алдағанын, ол жігітті қазір көргісі келмейтінін түсіндіріп айтады. Пан Жуйон жұмыста Су Чонның әріптестерінің бірін ұнатады деген естіп, өзімен өзі мәз болып қуанады, мені ұнататын шығар деп. Сөйтіп жүргенде Су Чонның басқа жігітпен кездесіп отқанын көріп, Су Чонға барып, ол жігітке деген қызығушылығымды жою үшін қолымнан келген барлығын жасар едім, мен қарсымын деп айтады. Жұмыс барысымен жол сапарда жүрген кезде бастығы Су Чонның телефонмен сөйлесіп баратып, кім менің бастығым, жігіт дейсің бе, қайдағы жігіт, ол менің ініммен жас емес пе дегенін естіп қалып, ішімдік ішіп алғаннан кейін Су Чонды сүйіп алады да, енді мені жігіт ретінде көресің бе деп айтады. Келесі күні Су Чон бастығынан кешегі күніңіз үшін түсіндірмейсіз бе деген кезде, нені түсіндіруім керек, кешегі ішімдік ішіп ұйықтап қалғанымды ма, жарайды, бұны қателік деп біл дейді. Осы кезде Су Чон түсінеді, бастығының ішімдік ішіп өзін сүйгенін, ештеңені білмейтін ұмытып қалғанын түсінеді. Су Чон өзге бір жігітпен танысып кездесу үстінде сол сәтте Пан Жуйон, яғни бастығы, өзінің сол кештегі сүйгенін есіне түсіріп, кездесу барысында Су Чонға барып, мен барлығын есіме түсірдім дейді. Кешір, ұмытып қалғаным үшін. Бірақ та мен сені сүйгенім үшін кешірім сұрамаймын, бұл қателік болған жоқ деп жауап береді. Бастығының өзінде сезімі бар екен, өзін жақсы көретінін білгеннен кейін Су Чон жұмыста бастығынан қашып жүреді. Әр кезде онымен кездесу барысында қашып кетіп жүреді. Сол кезде бастығы, сен неге менен қашасың деп сұраған кезде, сіз не, мені ашық түрде қолымнан ұстап бірге жүре аласыз ба? Сіздің қолыңыздан ол келмейді дейді. Бастапқыда бұл арақатынасқа Су Чон қарсы болғанмен, өзінің сезімі бар екенін түсінгеннен кейін бастығына барып, оның сезімін қабылдайтынын мойындайды. Мен сенің ең үлкен құпияң болуға дайынмын дейді. Сөйтіп екеуі бір-бірін жақсы көріп, бірақ әрине барлығы жұмыста да ешкім білмейді, құпия түрде екеуі жүре бастайды.
Екеуінің бір-біріне деген махаббаты артып, бір-бірін жақсы көріп жүрген кезде Суджон бастығының өзінің алғашқы махаббаты Қара Айдаһар екенін біліп, сен Қара Айдаһарсың ба деп сұрайды. Ал сен менің құлпынай екенімді білдің бе дейді. Бастығының бейхабар екенін білсе де, осы жерден ара қатынасымызды тоқтатамыз дейді. Саған не, екеуміздің арамызды үзе салу оңай ма? Мен сені жақсы көрем, сен мені жақсы көресің. Осы жетпей ме дегенде, әрине маған оңай емес, бірақ та екеуміздің алғашқы махаббатымыз немен аяқталғанын білесіз бе? Сіз де маған ренжулісіз, мен де саған ренжулімін. Бұны ұмыту мүмкін емес деп Суджон қарсы болады. Екеуінің ара қатынасын үзу Суджонға да оңай тиген жоқ. Үйіне келіп әкесіне мен барлығын құрттым, мен оған ажырасайық деп айттым деп жылап алады. Ал Джоян болса бастығы өзінің барлық уақытын тек жұмысқа ғана арнап, ассыз, демалыссыз жүреді. Сөйтіп жүріп ауырып қалады. Бастығының ауырып қалғанын біліп, уайымдап, Суджон үйіне келіп, кешірші, мен тек қана өзімнің ғана қамымды ойлаппын, сізге қаншалықты ауыр сөз айтқанымды білмеппін деп отырған кезде бастығы тұрып, оянып, екеуі бір-бірін құшақтап, бір-бірін жақсы көретінін түсініп, екеуі бір-бірінсіз өмір сүре алмайтынын мойындайды, және де екеуі бірге боламыз деп шешім қабылдайды. Бұл жолға ара қатынасын олар жасырын түрде емес, ашық түрде барлығына көрсетіп, екеуі кездесе бастады. Екеуі әрқашан бір-бірін қолдап, жұмыста да демеу бола білді. Бірақ та әріптестері Суджонды жігіті Джоян директор болған соң оған жұмыс істеудің керегі жоқ деп қауесет жүре бастады. Осы кезде бастығы оған, егер де сен өзіңнің жұмысыңды бағалайтын басқа компанияға кетем десең, мен саған қарсы емеспін дейді. Бірақ та Суджон, жоқ, мен олардың қауесетіне еріп, сенің қасыңнан кетпеймін, мен оларға өзімнің жұмысым арқылы дәлелдеймін дейді. Сначала у нас не заладилось. Суджон мен Джоянның екеуінің алдынан қанша қиындықтар кездесті, екеуі бірге қол ұстасып, сол қиындықтарды бірге жеңе бастады. Екеуі арасындағы махаббаты арта түспесе кемімеді. Смотреть с первой любовью на первый снег. Және де Пан Джоян Пэк Суджонмен кездескелі, екеуі бірге болғалы, өзінің хоббиінен де ұялмай, ешкімнен жасырмай, ашық түрде концерттерге барып, өзінің хоббиінен ләззат алып жүрді. Пэк Суджон мен Пан Джоян екеуінің сәтсіз алғашқы махаббаты, қараңғы өткені, дәл қазіргі жарқын болашағына, шынайы махаббатқа ұласқандарына екеуі де бақытты. Егер де сіздерге қысқаша драма ұнаған болса, онда мені қолдап, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.